Ассалаумағалейкум қазақ елі. Мен Қазақстан Республикасы азаматы Айтуған Жарқынбекұлы. Мен қос азаматтық туралы заңға түбегейлі қарсымын. Өйткені ол қос азаматтық заң біріншіден Қазақстан Республикасы азаматтығын жеке дерегін, жеке информациясын Қытай Республикасына, Қытай коммунистік билігіне беру. Бұл өте қауіпті. Екіншіден, Қытайдан көшіп келген 500 мыңға жуық ағайындар осы жақта Қазақстан азаматтығын алған, оларға да қауіп төнеді. Өйткені сол заң арқылы Қытай коммунистік билік өзіне қауіп деген адамдарды теріп, талдап шығып, Қазақстан билігінен сұрау салу мүмкін. Сол арқылы Қытайға қайтаруға тырысу мүмкін. Үшіншіден, Қытайдан көшіп келген, зейнетке шыққан, Қытайда мемлекет жұмысын істеп, зейнетке шыққан кісілердің Қытайдан алатын зейнет ақысы тоқталады. Ол да дұрыс емес, ол да халықаралық заңға сәйкес келмейді. Төртіншіден, Қытайдан жаңадан көшіп келген ағайындар Қазақстан Республикасының азаматтығын алатын болса, енді бұлай Қытай коммунистік биліктің солардың рұқсатын алу керек. Егер де олар Қытай мемлекеті егер де оларға рұқсат бермесе, онда жаңадан көшіп келген ағайындарға Қазақстан Республикасының азаматтығын алу қиын болып қалады. Әрі бұл Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне де үлкен күмән келтіреді. Егер де біз бір тәуелсіз ел болсақ, онда біз өз қандастарымызды, Қытайдан көшіп келген қандастарымызды азаматтық бергенде ешқашан Қытай билігінен рұқсат алмауымыз керек. 2016-дан бері Қытай коммунистік билік Шинжаңда, яғни бұрынғы атауы Шығыс Түркістан деген аймақта миллиондаған қазақ, ұйғырларды түрмеге қамап, әртүрлі сылтаумен жала жауып, түрмеге қамап, соттайтарын соттап, қамайтындарын қамап, өлтіретіндерін өлтіріп, қысқасы геноцид жасады. Ұлтты жойды қысқасы. Оны бүкіл әлем біледі. Бүкіл Америка, бүкіл Еуропа, жалпы батыс елдері барлығы бұл мәселе туралы жақсы біледі олар. Не болып жатқанын. Қытайдың батысын өңірінде осы 2016 жылдан бері жалпы 7 жыл болды міне. Сол геноцид саясаты әлі тоқтаған жоқ. Ал енді бұл Қытай коммунистік билік сол жақтағы ағайындарға геноцид жасап болып, енді осы Қазақстанға көшіп келген 500 мыңға жуық ағайындарға геноцид жасағалы жатыр. Осы заңды қабылдаған соң, баяғы сол Шинжаңдағы ағайындарға жасаған геноцидін осы жаққа жалғастырғысы келеді. Сонда Қазақстан билігі сол Қытай коммунистің зұлымдығын осы жаққа жалғастыру үшін сол заңды қабылданатын болса, онда бұл енді өте масқара. Сол үшін егер де ондай жағдай туындап жатса, онда Қазақстан көшіп келген ағайындар тек Америкадан, Канададан, Аустралиядан, тағы Англиядан, Ұлыбритания, жалпы батыс елдерінен көмек сұрауға тура келеді. Босқын мәртебесін алып, сол жаққа көшуге тура келеді. Ал ол енді қазақ елі үшін, Қазақстан билігі үшін енді өте масқара жағдай. Өз қазағын қорғай алмаса, онда ол үлкен масқаралық болады. Сол үшін Қазақстан билігі ойлансын. Биліктегі депутаттар барлығы ойланыңыздар. Бұл заң жалпы қазақ ұлтына жасалған үлкен қиянат деп есептеймін. Жалпы халық болып өз пікірлерімізді білдірейік, айтайық. Бұл заңға түбегейлі қарсымыз қысқасы.